Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. 2021-2022 оқу жылында аталып өтілетін мерейтойлық күнтізбелік күндерге байланысты бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жылдығына орай «Кел балалар оқылық» тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты алғашқы ұстаз, ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің өмірімен, шығармаларымен таныстыру. Ыбырай Алтынсариннің өлеңі арқылы білім алушыларды білімге, адамгершілікке, имандылыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Қазақтың тұңғыш ағартушы ұстазы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толып отыр. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогі, жазушы, этнограф, қоғам қайраткері. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының белгілі би және старшин Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. 1857 жылы Орынбор шекаралық комиссиясы жанындағы мектепті алтын медальмен бітіреді. Ал 1864 жылы Торғай қаласы балаларына ашқан мектепте ұстаздық қызмет жасады. Ыбырай Алтынсарин балалар әдебиетінің атасы. Бүкіл өмірін қазақ балаларын оқытуға арнаған. Ыбырай туындылары балалар дүниесіне өте жақын. Сондықтан да ол қазақ балалар әдебиетінің атасы деп танылған. Сол мақсатпен алғаш рет балаларға арнап мектеп ашып оқулық жасаған. Ыбырай шығармалары жас ұрпақты мейірімділікке, адалдыққа, ізгілікке, ақылдылық пен білімділікке, ізгі қасиеттерді үйретуге шақырады. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанда көңілге ықылас пен тоқылық, бассаңыз аллалап, оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанда көңілге ықылас пен тоқылық, оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Әлпеш деген атана қартаятын күн болар, қартайғанды жабылып малтаятын күн болар. Ата енен қартайса тіреу болар бұл оқу, қартайғанды малтайса сүйеу болар бұл оқу. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сиса көйлек үстіңде тоқу менен табылған, өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқу деген шынды тұрған сайын шыныққан, оқу білген адамдар май тамызған қылышты. Білмегенді білуге, есті балам тырысқан, естер балам орыс. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Мал дәуреннің байлығы бір жұтасаң жоқ болар, оқымыстың байлығы күннен күнге көп болар, еш жұтамақ жоқ болар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілмен ықылас пен тоқылық. Надандық белгісі еш ақылға жарамас. Жайылып жүрген аюдай ақ қараны танымас, аяңшыл ат арымас.